59 жастағы бір әйел маған келді, кіріп отырды да былай деді: Алмас Нұрғалиев, менің тізелерім сықырлаған сонша, көршілер де еститін сияқты. Енем айтты, бұл тұз жиналғаннан лавр жапырағын қайнатып іш, қызанақ жеме деді. Мен оған қарадым. Сосын анализдеріне қарадым. Қайтадан өзіне қарадым да айттым: білесіз бе, сізде ешқандай тұз жоқ, тіпті артық бір түйір де жоқ. Ал тізедегі ауырсыну мүлдем басқа себептен. Және сол себепті 5 жыл бұрын-ақ түзетуге болар еді. Отасыз, қымбат уколсыз, ешқандай лавр жапырағынсыз. Ол бірден сене қоймады. Бірақ 4 айдан кейін қайта келіп былай деді: 7 жылдан кейін алғаш рет паркте тоқтамай жүріп шықтым. Бүгін мен сіздерге біз не істегенімізді айтып беремін. Және неге буын ауырсынуы туралы естіген нәрселердің көбісі толық шындық емес екенін түсіндіремін. Менің атым Алмас Нұрғалиев. Мен осы салада көп жылдан бері жұмыс істеп келемін. Осы уақыт ішінде менің алдымнан мыңдаған адам өтті. Және ең жиі кездесетін шағымдардың бірі буындар. Тізе, иық, саусақтар, бел бәрі ауырады, сықырлайды, шиқылдайды. Ең қызығы, әрбір екінші адам маған дайын диагнозбен келеді. Менде тұз жиналған. Бұл жасқа байланысты, ауа райына байланысты. Менің тізем синоптиктен де жақсы сезеді. Енді ең басында бір маңызды нәрсені айтқым келеді. Мен сіздерді қорқытпаймын. Ота қиын жағдайлар туралы айтпаймын. Ешқандай ғажайып дәрі немесе сиқырлы май ұсынбаймын. Мен сізге шын мәнінде буынның ішінде не болып жатқанын, неге ауыратынын, және ең бастысы нақты не істеуге болатынын қадамдап түсіндіремін. Сіз бұл видеодан қорқынышпен емес, нақты жоспармен шығуыңыз керек. Келістік пе? Онда бастайық. Бүгін біз мына нәрселерді қарастырамыз. Біріншіден, тұз туралы мифті толық түсіндіремін. Бұл қайдан шыққан және шын мәнінде тізеде не сықырлайды. Екіншіден, буынның ішіне кіріп, қарапайым тілмен оның қалай жұмыс істейтінін көрсетемін. Үшіншіден, буын ауырсынуының 5 нақты себебін айтамын. Көбіне бұл туралы ешкім айтпайды. Төртіншіден, нақты әрекет жоспарын беремін. Не істеу керек, қалай қозғалу керек, неге назар аудару керек. Бесіншіден, қашан міндетті түрде маманға қаралу керек екенін айтамын. Және соңына қарай тағы бір қызықты оқиға болады. 63 жастағы бір ер адам туралы. Оның жағдайы мені де таңғалдырған. Сондықтан соңына дейін қараңыз. Алдымен ең үлкен қателіктен бастайық. Тұз. Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Сізге біреу өміріңізде сенің буындарыңда тұз бар деп айтты ма? Анаңыз, әжеңіз, көршіміз, немесе бұрынғы бір дәрігер. Көпшілігіңіз іште иә деп отырғаныңызға сенімдімін. Мен көп жылдан бері осы саладамын. Және осы уақыт ішінде бірде-бір рет тұз жиналған буынды көрген емеспін. Адамдар ойлайтындай мағынада. Бұл сөз қайдан шықты? Бұрын адамдарға түсіндіруді жеңілдету үшін тұз жиналған деп айтатын. Қысқа, түсінікті. Адам басын изейді де үйіне барып әртүрлі емдерді бастайды. Күріш қайнатпасы, шемішек жеу, қызанақтан бас тарту. Ал шын мәнінде көп жағдайда буында ешқандай тұз жиналмайды. Не болады онда? Қарапайым мысалмен түсіндірейін. Жаңа жақсы майланған есіктің топсасын елестетіңіз. Есік тыныш ашылады, дыбыс жоқ. Бұл 30 жастағы буын. Ал енді сол топсаны 30 жыл бойы майламай, есікті күн сайын тас жауып жүргенде елестетіңіз. Металл тозады, сықыр пайда болады, есік қисаяды. Бұл тұз емес, бұл тозу. Шемішектің жұға жаруы, майлаудың азаюы. Медицинада бұл остеоартроз деп аталады. Бірақ ең маңыздысы бұл соңғы үкім емес. Себебі буын тірі жүйе. Ол белгілі бір деңгейде қалпына келе алады. Ол сіздің қалай қозғалғаныңызға, не жегеніңізге, қалай өмір сүргеніңізге жауап береді. Енді тұз тақырыбын толық жабайық. Шынымен тұз жиналатын жағдай бар ма? Иә, бар. Ол подагра. Бұл кезде қанда зәр қышқылы көбейіп, оның кристалдары буында жиналады. Көбінесе аяқтың үлкен башпайында. Бұл ауыр сезім береді. Қызару, ісіну болады. Бірақ бұл нақты диагноз. Анализ арқылы анықталады. Және ол адамдардың аз бөлігінде ғана кездеседі. Ал қалған көпшілігінде ешқандай тұз жоқ. Онда неге буындар сықырлайды? Көп жағдайда бұл қалыпты құбылыс. Буын ішінде сұйықтық бар. Оның ішінде газдар болады.
Сіз буынды қозғалтқанда қысым өзгереді, кішкентай көпіршіктер пайда болып, жарылып кетеді. Сол дыбысты сіз сықыр деп естисіз. Газдалған суды ашқандағы дыбыс сияқты. Зерттеулер де осыны көрсеткен. Бірақ маңызды нәрсе, егер сықыр ауырсынумен бірге болса, буын ісінсе немесе қызарса, қозғалу қиындаса, онда бұл белгі. Мұнда назар аудару керек. Енді қызанақ туралы. Маған жиі айтады, мен қызанақ жемеймін, буынға зиян дейді. Бірақ ғылыми тұрғыдан бұл дәлелденбеген. Керісінше, қызанақта пайдалы заттар бар. Олар ағзаға көмектесуі мүмкін. Сондықтан себепсіз пайдалы тағамдардан бас тартудың қажеті жоқ. Егер сізге нақты бір өнім әсер етсе, бақылаңыз. Ал жай ғана біреу айтты деп шектеудің қажеті жоқ. Сонымен, тұз негізгі себеп емес. Сықыр көбіне қауіпсіз. Қызанақ жау емес. Енді ең маңызды сұраққа көшейік. Шын мәнінде не ауырады? Соны қазір бірге қарастырамыз. Енді буынның ішіне қарап көрейік. Қорықпаңыз, бәрін қарапайым тілмен түсіндіремін. Бір нәрсені түсіну маңызды. Адам бір нәрсенің қалай жұмыс істейтінін түсінсе, одан қорқу азаяды. Ал қорқыныш азайғанда дұрыс әрекет жасау оңайырақ болады. Сонымен, буын дегеніміз не? Қарапайым мысал елестетіңіз. Піскен жұмыртқаны екіге бөлдіңіз. Ішінде сарысы бар, ал сыртын ақуызы қоршап тұр. Буын да осыған ұқсас. Сүйек сарысы сияқты, қатты негіз. Ал оның үстінде шеміршек бар. Тегіс, сырғанақ, серпінді. Ол сүйекті қорғайды, соққыны жұмсартады және сүйектердің бір-біріне үйкелмей қозғалуына көмектеседі. Екі сүйектің арасында кішкентай кеңістік бар. Оның ішінде сұйықтық болады. Оны қарапайым тілмен буынның майы деп айтуға болады. Бұл сұйықтықтың екі негізгі қызметі бар. Біріншісі үйкелісті азайту, екіншісі шеміршекті қоректендіру. Шеміршек қан тамырлары арқылы емес, дәл осы сұйықтық арқылы қоректенеді. Және мұнда ең маңызды нәрсе бар. Шеміршек қоректену үшін қозғалыс қажет. Сіз аяғыңызды бүккенде және жазғанда шеміршек қысылып қайта ашылады. Губка сияқты. Қысылғанда ескі сұйықтық шығады, жазылғанда жаңа сұйықтық кіреді. Егер қозғалыс болмаса, қоректену де болмайды. Сол кезде шеміршек аш қалады және біртіндеп әлсірей бастайды. Міне, неге аз қозғалатын адамдарда буын мәселесі жиі кездеседі. Бұл жасқа байланысты емес, бұл қозғалыстың жетіспеуі. Бұл шведтермен де солай. Егер ұзақ уақыт қозғалмасаңыз, олар әлсірейді. Бірақ шеміршек одан да баяу қалпына келеді. Сондықтан қозғалыс жай ғана пайдалы нәрсе емес. Бұл қажеттілік. Бірақ маңызды ескерту бар. Кез келген қозғалыс пайдалы емес. Егер ауырсыну бар кезде секіріп, жүгіріп, буынға қатты жүктеме берсеңіз, жағдайды қиындатуға болады. Қандай қозғалыс дұрыс екенін кейін практикалық бөлімде айтамын. Ал қазір жас ұлғайған сайын буында не өзгеретінін қарастырайық. 40-45 жастан кейін бірнеше өзгеріс қатар жүреді. Біріншісі шеміршек жұқара. Бұл қалыпты процесс. Терінің құрғауы сияқты, шаштың жұқаруы сияқты. Бұл бірден ауырсыну бермейді. Ауырсыну қосымша факторлар болғанда пайда болады. Шамадан тыс жүктеме, қабыну, бұлшық әлсіздігі. Екіншісі буындағы сұйықтық өзгереді. Ол қоюлығын жоғалтады, сұйығырақ болады. Бұрын қою кисель сияқты болса, уақыт өте келе компотқа ұқсап қалады. Сол себепті таңертең буындар қатып қалғандай сезіледі. Тұрғанда алғашқы минуттарда қозғалу қиын болады, сосын біртіндеп жеңілдейді. Бұл сұйықтық қозғалыс кезінде жылынып, қайтадан жақсы жұмыс істей бастайтынын білдіреді. Осы жерде бір қарапайым кеңес. Таңертең бірден тұрып кетпеңіз. 2 минут төсекте жатып, жеңіл қозғалыс жасаңыз. Тізені бүгіп жазыңыз. Аяқпен айналмалы қозғалыс жасаңыз. Қол саусақтарын қимылдатыңыз. Бұл буындарға ояту сияқты әсер етеді. Үшінші өзгеріс – бұлшық еттердің әлсіреуі. Бұл өте маңызды, бірақ көп адам оған мән бермейді. Буын тек сүйек пен шеміршек емес. Оны қоршап тұрған бұлшық еттер, байламдар бар. Бұлшық еттер буынды ұстап тұрады, жүктемені бөледі.
Егер бұлшықеттер мықты болса, буын қошыр қалған. Егер әлсіз болса, бүкіл жүктемем буынның өзіне түседі. Мысалы, тізені алайық. Алдыңғы жағында санның үлкен бұлшықеті бар. Ол тізені ұстап тұрады. Егер ол әлсіз болса, тізе тұрақсыз болады. Үйдің тіреу қабырғаларын алып тастаған сияқты. Сондықтан буын үшін бұлшықеттерді күшейту өте маңызды. Кейде бұл кез келген дәріден де маңызды. Себебі дәрі уақытша әсер етеді. Ал мықты бұлшықеттер буынды күн сайын қорғайды. Көп адам айтады, менің жасым 60-тан асты. Қандай жаттығу? Бірақ шындық мынада. Бұлшықеттер кез келген жаста күшейе алады. Тіпті 80-90 жастағы адамдармен жүргізілген зерттеулерде де жаттығулар нәтиже берген. Бұлшықеттер күшейген, қозғалыс жақсарған. Баяу болады. Абай болу керек. Бірақ нәтиже бар. Сонымен біз не түсіндік? Шеміршек жұқарады, сұйықтық өзгереді. Бұлшықеттер әлсірейді. Бұл қалыпты процесс. Бірақ оны басқаруға болады. Ал енді ең маңызды бөлікке көшейік. Нақты себептерге. Жас тек фон, ал шын себептер басқа. Енді ең маңызды бөлікке келдік. Бұл сіз соңына дейін қарағаныңыз үшін ең құнды ақпарат. Мен буын ауырсынуына әкелетін 5 нақты себепті айтамын. Бұл теория емес, күнделікті өмірде кездесетін шынайы себептер. Және олардың көбінің тұзға, қызанаққа немесе ауа райына қатысы жоқ. Бірінші себеп артық салмақ. Бұл таныс нәрсе. Бірақ оның буынға қаншалықты әсер ететінін көп адам толық түсінбейді. Қарапайым санды қарастырайық. Сіз жүрген кезде әр қадамда тізеге түсетін жүктеме сіздің салмағыңыздан шамамен 3-4 есе көп болады. Мысалы, егер сіз 80 кг болсаңыз, әр қадамда тізеге 240-320 кг қысым түседі. Ал енді 10 кг артық салмақ қосылды деп елестетіңіз. Бұл тізе үшін жай ғана 10 кг емес. Әр қадамда қосымша 30-40 кг жүктеме. Күн сайын, жылдар бойы. Ал баспалдақпен көтерілгенде бұл жүктеме 6-8 есе өседі. Бұл жүздеген килограмм. Сондықтан салмақты азайту буын үшін ең тиімді көміректердің бірі. Тіпті 5 кг азайтудың өзі үлкен айырмашылық береді. Екінші себеп созылмалы қабыну. Бұл өте байқалмайтын, бірақ әсері күшті процесс. Сіз оны сезбеуіңіз мүмкін, дене қызуы болмайды. Бірақ ағзаның ішінде әлсіз қабыну үнемі жүріп жатады. Бұл шеміршекті біртіндеп әлсіретеді. Бұл қайдан пайда болады? Артық салмақ, ұйқының жетіспеуі, күйзеліс, қантпен өңделген тағамдардың көп болуы, темекі. Мұның бәрі ағзада ішкі кернеуді күшейтеді. Үшінші себеп судың жетіспеуі. Шеміршек негізінен судан тұрады. Егер су аз болса, оның серпімділігі төмендейді. Буын сұйықтығы да сапасын жоғалтады. Көп адам шөлдегенін сезбейді, әсіресе жас ұлғайғанда. Сондықтан суды әдетке айналдыру керек. Күніне шамамен 6-8 стакан таза су. Бұл қарапайым, бірақ әсері бар нәрсе. Төртінші себеп Д дәруменінің жетіспеуі. Бұл өте жиі кездеседі. Д дәрумені сүйекке, бұлшықетке және иммунитетке әсер етеді. Ол жетіспесе, бұлшықет әлсірейді, сүйек әлсірейді, қабыну күшеюі мүмкін. Сондықтан деңгейін тексеріп, қажет болса толықтыру маңызды. Бесінші себеп күйзеліс. Бұл көп адам елемейтін фактор. Бірақ ұзақ уақыттық күйзеліс ағзаға әсер етеді. Бұлшықеттер үнемі кернеуде болады. Қан айналымы нашарлайды. Ауырсыну сезімі күшеюі мүмкін. Яғни бұл тек көңіл күй емес, бұл денеге әсер ететін нақты фактор. Енді ауа райы туралы. Көп адам айтады, жаңбыр алдында тізем ауырады. Бұл шын, бірақ себеп тұз емес. Ауа қысымы өзгергенде буын ішіндегі қысым да өзгереді. Егер буында әлсіздік немесе қабыну болса, бұл сезіледі. Яғни ауа райы себеп емес, тек бар мәселені көрсетеді. Қорытындылайық. Буын ауырсынуының негізгі себептері: артық салмақ, созылмалы қабыну, су жетіспеуі, Д дәрумені жетіспеуі, күйзеліс. Жақсы жаңалық. Осының әрқайсысына әсер етуге болады. Күнделікті қарапайым әрекеттер арқылы. Ал енді ең маңызды бөлікке көшейік. Нақты не істеу керек? Қазір соны қадам-қадаммен айтамын. Енді ең маңызды бөлік нақты әрекеттер. Сізге ұзақ теория емес, күнделікті өмірде қолдануға болатын қарапайым қадамдар керек. Сондықтан мен сізге 5 нақты қадам беремін. Көп емес, дәл 5. Өйткені аз болса, орындау оңай. Бірінші қадам – дұрыс қозғалыс. Ең жиі кездесетін қате адамға қозғалу керек дейді. Ал ол ертеңіне 10 шақырым жүріп келеді. Сосын келесі күні тұра алмай қалады да,
маған болмайды екен деп тоқтайды. Бұл дұрыс емес. Буынға пайдалы қозғалыс. Бұл баяу, тұрақты, ауышынусыз қозғалыс. Не істеу керек? Қарапайым жүру. Күніне 15 минуттан бастаңыз. Тыныш қарқынмен, асықпай. Бір аптадан кейін 20 минутқа, кейін 30 минутқа жеткізіңіз. Ең дұрысы күніне 30-40 минут. Маңыздысы, егер жүріп жатқанда ауырсыну болса, жылдамдықты азайтыңыз, немесе уақытты қысқартыңыз. Ауырсынуды шыдаймын деп елемеу керек емес. Бұл белгі. Екінші, бұлшықеттерді күшейту. Буынды қорғайтын бұлшықеттер, мысалы тізе үшін. Орындыққа отырып, аяқты алға қарай жайлап түзетіңіз. 5 секунд ұстап тұрыңыз, жайлап түсіріңіз. Әр аяққа 10 рет, күніне 2 рет. Бұл қарапайым жаттығу, бірақ өте тиімді. Жамбас үшін бүйіріңізбен жатып, үстіңгі аяқты жоғары көтеріңіз. 10-15 рет қайталаңыз. Иық үшін қабырғаға қарап тұрып, қолыңызды қойып, саусақтарыңызбен жоғары жүріңіз. Жеткен жеріңізде 5 секунд тұрыңыз. Барлығы күніне шамамен 10 минут. Үшінші, жеңіл созылу. Жаттығудан кейін бұлшықеттерді аздап созу керек. Қатты емес, жай ғана жұмсақ. Бұл қан айналымды жақсартады, қозғалысты жеңілдетеді. Төртінші, мүмкін болса суда қозғалу. Суда дене салмағы азаяды, буынға түсетін жүктемен төмендейді. Сондықтан жүзу немесе суда қозғалу өте жақсы таңдау. Ал не істеуге болмайды? Асфальтта жүгіру, секіру, ауыр жаттығулар, ауырсынумен жаттығу. Екінші қадам – тамақтану. Диета емес, жай ғана дұрыс таңдау. Буын үшін пайдалы. Майлы балық аптасына 2-3 рет. Көкөністер неғұрлым түрлі түсті болса, соғұрлым жақсы. Зәйтүн майы, жаңғақтар. Қосымша ретінде күркума сияқты дәмдеуіштер. Ал азайту керек. Қант, шұжық, жартылай дайын өнімдер, өңделген тағамдар. Ертеңнен бастап не істеуге болады? Кешкі аста бір табақ көкөніс қосыңыз. Қарапайым, бірақ маңызды қадам. Үшінші қадам – су. Күніне 6-8 стакан таза су. Таңертең 1 стакан. Тамақ алдында. Күні бойы аз-аздан. Бұл өте қарапайым, бірақ әсері бар. Төртінші қадам – салмақты бақылау. Егер артық салмақ болса, тіпті 4-5 килограмм азайтудың өзі буынға жеңілдік береді. Маңыздысы асықпау. Диета емес, әдет өзгерту. Аптасына 1 рет өлшеніңіз, күн сайын емес. Бесінші қадам – ұйқы. Ұйқы ағзаның қалпына келу уақыты. Күніне кемінде 7 сағат. Ұйықтар алдында телефон қарамау, жеңіл тыныштандырушы әрекет, кітап, музыка. Егер тізе ауырса, бүйіріңізбен жатып, тізенің арасына жастық қойып ұйықтап көріңіз. Бұл қысымды азайтады. Сонымен 5 қадам: қозғалыс, жаттығу, тамақ, су, ұйқы. Қарапайым, бірақ тұрақты жасалса, нәтиже береді. Енді маңызды сұрақ: қашан міндетті түрде маманға қаралу керек? Енді маңызды нәрсені нақтылап алайық. Кей жағдайларда күтіп, өз бетіңізбен әрекет етуді жалғастыра беруге болады. Ал кей кезде міндетті түрде маманға қаралу керек. Бұл шекараны түсіну өте маңызды. Қашан міндетті түрде маманға бару керек? Егер ауырсыну 2-3 апта бойы кетпесе, тіпті демалып, қарапайым шаралар қолдансаңыз да, бұл белгі. Егер буын ісінсе, қызарса, немесе қолмен ұстағанда жылы болса, назар аудару керек. Егер ауырсыну кенеттен пайда болса, еш себепсіз, бұл да маңызды белгі. Егер буын қатып, толық бүгіле, немесе жазыла алмаса, егер ауырсыну ұйықтауға кедергі жасаса, немесе түнде оятса, егер жалпы әлсіздік, түсініксіз салмақ өзгеріс сияқты қосымша белгілер болса, осындай жағдайда уақыт жоғалтпай тексерілген дұрыс. Қай маманға бару керек? Алдымен жалпы қабылдаудағы дәрігерге қаралған дұрыс. Ол жағдайды бағалап, қажет болса басқа маманға бағыттайды. Тағы бір маңызды нәрсе: өзімізге өзіміз диагноз қоймаңыз. Интернеттен ақпарат қарау оңғайлы, бірақ ол сіздің нақты жағдайыңызды көрмейді. Кейде бұл тек артық уайымға әкеледі. Сондықтан нақты шешім үшін маманмен кеңескен дұрыс. Енді уәде еткен оқиғаға келейін. 63 жастағы бір ер адам болды. Өмір бойы ауыр жұмыс істеген. Құрылыс саласында еңбек еткен. Буында ауырсыну бар, бірақ ол оны жасқа байланысты деп қабылдаған. Қозғалысы азайған, салмақ артқан, ұйқысы нашарлаған. Біз күрделі нәрсе жасаған жоқпыз. Тек қарапайым 5 қадамды енгіздік. Күнделікті жеңіл қозғалыс, суды көбейту, тамақты сәл өзгерту,
ұйқыны реттеу және салмақты біртіндеп азайту. Бірнеше айдан кейін өзгеріс байқалды. Ауырсыну азайды, қозғалу жеңілдеді, өзін жақсы сезіне бастады. Ең маңыздысы, ол қайтадан белсенді өмірге оралды. Бұл мысал не көрсетеді? Жас шектеу емес. Ағза өзгерістерге жауап бере алады. Ең бастысы дұрыс бағытта әрекет ету. Қорытынды жасайық. Бүгін біз мынаны қарастырдық. Буын ауырсынуының шын себептері, қандай қателіктер жиі кездеседі, қандай қарапайым қадамдар көмектесуі мүмкін. Ең маңыздысы, кішкентай, бірақ тұрақты әрекеттер үлкен өзгеріс әкеледі. Бүгіннен бастауға болады. Бір стакан су, 10-15 минут қозғалыс. Қарапайым жаттығу. Осыдан бастау жеткілікті. Егер бұл ақпарат сізге пайдалы болса, оны есте сақтаңыз және өз өміріңізде қолданып көріңіз. Келесі видеода тағы да пайдалы тақырыптарды қарастырамыз. Өзіңізге көңіл бөліңіз.